Ары қарата видео материалымызды жалғастырамыз. Алдыңғы видео материалдарда біз сіздермен жалпы координаттар және координаттық жүйелер ұғымымен таныстық, координаттық жүйелердің жіктелуін және координаттық жүйелерді құру үшін математикалық негіздемемен таныстық. Одан бөлек геодезияда қолданылатын координаттар жүйесі, яғни географиялық, тікбұрышты полярлық және тікбұрышты жазық координаттар жүйесімен толық танысып шықтық, және кейін Қазақстанда қолданылған координаталар жүйесіне келіп тоқталдық. Оның ішінде СК-42 мен СК-63-ті қарастырдық. Ары қарата бізде қолданыста СК-95 пен ГСК-2011 болды. СК-95-тің СК-42-ден айырмашылығы оның неғұрлым дәл болуында. Яғни ол үлкен қашықтықтарда координаттардың өзара сәйкестігін жоғарғы деңгейде қамтамасыз етті. Дәлдігі жоғарырақ болды. Ал ГСК-2011 координаттар жүйесі бұл халықаралық жерүсті координаттар жүйесімен үйлестірілген заманауи геоцентрлік координаталар жүйесі болды. Яғни геоцентрлік дегеніміз оның координаталарының басы жер массасының центріне сәйкес келуі, яғни және де оның екінші ерекшеліктеріне айтатын болсақ, ол халықаралық ITRF жүйелерімен үйлестірілген ЖНС бақылауларының нәтижелерін тікелей пайдалануға мүмкіндік берді, және елдің бүкіл аумағын бірыңғай координаттық негізбен қамтамасыз етті. Одан кейін қолданысқа енгізілген, яғни 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілген КАЗ-23 координаттар жүйесі бұл заманауи геоцентрлік координаталар жүйесі болып табылады. Бұның артықшылығы, ерекшелігі, бұл жерде мемлекеттік Гаусс-Крюгер картографиялық проекциясы қолданылады, яғни СК-42, СК-95 сияқты. Тек бұл жерде Красовский референция эллипсоиды емес, GS-80 референция эллипсоиды қолданылады. Және ол бізде GNS спутниктік технологияларында өлшеулерді жүргізуге мүмкіндік береді. GS-80 Geodesic Reference System 1980 жылғы бұл қазіргі геодезияда кеңінен қолданылатын халықаралық референция эллипсоид болып табылады. Сонымен қоса тоқтала кететін, бізде ғаламдық геоцентрлік геодезиялық жүйелер Қазақстанда қолданылатын, ол яғни VGS-84, ол бізде GPS спутниктік навигациялық жүйелерінде қолданылса, PZ-90 ол бізде GLONASS спутниктік жаһандық навигациялық жүйелерде қолданылатын координаттар жүйесі. Жаңағы алдыңғы тоқталған координатталар жүйесінің барлығы бізде олар жоспарлы координаттар жүйесі көбінде, ал биіктік бойынша бізде Балтық теңізі координаттар жүйесі қолданылады. Қазақстандағы абсолюттік биіктіктің бастапқы саны ретінде Кронштадт-Фунштогының нөлі қабылданған. Кронштадт-Фунштогының нөлдік белгісі шамамен Балтық теңізінің орташа деңгейіне сәл келеді. Суретте сол Кронштадт-Фунштог ғимараты белгіленген, және де нөлдік деңгейді өлшеуге арналған құрылғы көрсетілген. Ары қарата сіздермен біз абсолюттік биіктік, шартты биіктік, салыстырмалы биіктікке тоқталсақ, оны әрине алдыңғы дәрістерде де өттік, дегенмен бір тоқталып өтейік. Яғни деңгейлік беттен жердің физикалық бетіндегі нүктелерге дейінгі арақашықтықты біз абсолюттік биіктік дейміз. Ал осы деңгейлік бетке қандай да бір параллель жатқан жазықтықтан бастап жер бетіндегі нүктеге дейінгі арақашықтықты шартты биіктік деп айтамыз. Ал бір нүктенің екінші нүктеден биіктік айырымын біз салыстырмалы биіктік деп айтамыз. Бұл суретте сіздерге схема түрінде көрсетілген, яғни мысалға айтсақ, мына жерде А нүктесі, бұл бізде Кронштадт-Фунштог деңгейімен берілген Балтық теңізі арқылы көрсетілген деңгейлік бет. Сол деңгейлік беттен нүктеге дейінгі арақашықтық
ол абсолюттік биіктік болып саналады. Ал біз қандай да бір шартты бетті алатын болсақ, А2 нүктесі орналасқан. Сол шартты беттен бастап жер бетіндегі нүктеге дейінгі арақашықтықты салыстырмалы биіктік деп айтамыз. Ал қандай да бір А нүктесі мен Б нүктесі екеуінің арасындағы биіктік айырымын салыстырмалы биіктік деп айтатын боламыз. Жалпылама осымен дәрісіміз аяқталды. Сіздерге студенттік өздік жұмысын тапсырмасы ретінде жер бетін жазықтыққа түсіруге арналған проекциялар, жаңа айтылған, яғни Гаусс-Крюгерден бөлек қандай проекцияларды білесіз, солар туралы дайындаламыз, және де Гаусс-Крюгер өзі ғалымдар туралы мәліметтер, сонымен қоса Пулков пункті, Пулков обсерваториясы туралы мәлімет дайындап кетсеңіздер оқып. Ары қарата өзін-өзі тексеру сұрақтары берілген. Қолданылған әдебиеттер тізімі келесі слайдта. Жалпы дәрісіміз осымен аяқталады. Назар аударғандарыңызға көп рахмет.